Сәлем достар, бұл видеода ECP кілтін іске қосу үшін керекті қосымша, яғни ENC-Layer'ді қалай іске қосамыз, сол жайында айтатын боламыз. Ең бірінші, біз Google-ге кіріп, ағылшынша piki.gov.kz дегенді жазамыз. Осы сайттың атын жаттап алыңыздар. Осы арқылы, яғни біз кіреміз. Содан кейін сайтты ашамыз. Яғни Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы деп осылай шығады. Мінекей, екінші мына ENC-Layer дегенді басамыз. Содан кейін мұнда барлық не үшін керек, соның барлығы жазылған. Электрондық цифрлық қолтаңба кілттерімен жұмыс істеу үшін ENC-Layer бағдарламасын орнатыңыз. Ол міндетті түрде. Және пайдаланушының компьютеріне қойылатын ең аз талаптар, яғни браузерлер осылай болу керек міндетті. Сосын операциялық жүйе Windows 7, 8, 10 немесе Linux және Mac үшін осындай болу керек. Ол үшін My компьютер немесе этот компьютер дегенді басып, свойства дегенді басамыз. Сонда шығады. Яғни бізде 64 биттік екен. Содан кейін Windows 10 выпуск бар. Сондықтан біз 64 дегенді басып скачать етеміз. Ол бізде загрузки деген жерде, яғни ENC-Layer'ді осы жерден табуымызға болады. Мінекей, далее деп басып орнатамыз. Ол біздің мына экранымызда көрініп тұру керек. Мінекей, ENC-Layer piki.gov.kz. Мысалы, біз Google-дан кабинет налогоплательщика деп басып кірейік. Давайте по ECP деген бар. Осы кезде бізде свойства, яғни управление модулями дегенді басып, міне модульдарды қараймыз. Яғни EGOV-қа бізге модульді орнату керек емес кіру үшін. Ал мінекей нет деген жазылып тұрғандарға, яғни өзіміз орнату керекпіз. Ең бірінші осы кабинет налогоплательщика деген КН деген жазумен тұру керек. КНП. Яғни осы модуль КНП бір. Осыны басамыз. Установить модуль дейміз. Загрузка болып жатыр. Перезапустить дейміз. Мінекей. Енді қайтадан қараймыз. Мінекей, модуль КНП да деп тұр.
установлено 1-1. Енді осы арқылы біз YTPACP деп өзіміздің ECP ключімізді, паролімізді теріп, салық кабинетіне кіре береміз. Назарларыңызға рахмет.